Қайырлы күн, құрметті көрермен. Атырау облысының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында тікелей эфирде төтенше жағдай кезіндегі интернеттің ахуалы тақырыбында баспасөз мәслихатын бастаймыз. Мен сіздерді спикермен таныстырып кетейін. Біздің алаңда Қазақтелеком акционерлік қоғамы филиалы Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы Атырау жергілікті желілері техникалық торабы директорының міндетін атқарушы Дархан Хусынов. Добрый день, уважаемые телезрители. В прямом эфире мы начинаем пресс-конференцию на тему о состоянии интернета во время чрезвычайной ситуации. У нас в гостях исполняющий обязанности директора технической местной связи Западной региональной дирекции телекоммуникаций филиала акционерного общества Қазақтелеком Дархан Хусынов. Дархан Шапқатұлы, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Атырау жергілікті желілердің техникалық торабы дирекциясының міндетін атқару қазіргі бүгінгі күндегі әлемде болып жатқан, елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты қазір жұмысымыздың жалпы бағыт бағдарын айтып кететін болсақ, телекоммуникация дирекциясы Қазақтелеком акционерлік қоғамының филиалы осы облыстық желілер, облыстық көлеміндегі халықтың, жалпы жергілікті халықтың, тұрғындардың байланыс қызметтерін ұсыну, соларды үздіксіз қызмет ету, сонымен қатар солардың сапасын арттыру болып табылады. Бүгінгі күні мына әлемде болып жатқан жағдай, пандемия, коронавирус жағдайына байланысты көптеген жергілікті халық әлем бойынша, еліміз бойынша халықтың бәрі оқшауланып, үйге шығуына байланысты мына телекоммуникация желілеріне деген көптеген мына жүктемелер, нагрузкалар болып отыр. Соған қарамастан біз өз жұмысымызды үздіксіз, мүлтіксіз орындауға тырысып жатырмыз, орындап жатырмыз. Бұл жерде айта кету керек, қазіргі техникалық жабдықтарымыздың барлығы қалыпты жағдайда жұмыс жасауда, түсіп жатқан жүктемелердің бәрін уақытылы қорытып, уақытында бұлай реттеп отырмыз. Бүгінгі күні осы алдыңғы айлармен салыстырғанда мына төтенше жағдайлар жарияланғаннан бастап халықтың арасында көптеген өтініш сұранымдар түсіп жатыр. Бәрі уақытылы реттеліп жатыр деп айта аламыз. Қазір мен микрофон естілмей қалыпты. Қазір осы карантин енгізілгелі бері оқушылар, студенттер және көптеген жұмысшылар қашықтан жұмысқа ауысқаннан кейін олар интернетті пайдаланып жатыр. Қаншама пайызға осы жүктеме артты? Иә, шын мәнінде мынау үй режимінде болып оқшаулану және қашықтан қызмет ету және қашықтан оқу режиміне көшуіне байланысты тұрғындардың, оқушылардың жалпы еліміз бойынша 4 миллионнан астам осында студенттер мен оқушылар бар екен. Соларға түсіп отқан жүктеме қазіргі біздің желілерімізге, құрылғыларымызға 20-25%-қа шейін өсіп отыр, пайызға шейін өсірді. Енді оны біз уақытылы қарап, қадағалап, сол нагрузкалардың уақытында реттелуін бәрін бақылап отырмыз. Сонда бір уақытта қаншама атыраулықтар отырады интернетте? Жалпы негізгі жүктеме мына интернетте отыру қазіргі мынау оқшауланған күндізгі уақытта 10-15%-ға шейін өсіп отыр. Бұрынғы қалыпты жағдайға қарағанда енді үлкен жүктеме кешкі уақыт сағат 6-дан бастап кешкі 10-10:30-11-ге шейін жүктеме түседі. Оны енді техникалық құрылғылардың бәрін жұмысын мониторингте отыратын тобымыз бар, инженерлік тобымыз, солар қадағалап отырады, реттеліп отыр. Қазір ондай үлкен проблемалар ауқымды жоқ. Туындап жатқан мәселелердің бәрін уақытылы шешіп отырмыз. Ал Атырау облысы бойынша қанша адам интернетті пайдаланады, қанша отбасы? Енді күні бүгінге егерде мына мәліметтерге, статистикалық мәліметтерге түсетін болсақ, 600 мың халық, 160 мыңдай үй отбасы бар деп есептесек, біздің күні бүгінге Қазақтелеком акционерлік қоғамының қамтылу ауқымы қазір күні бүгінге 106 мыңнан астам телефон точкалар бар, сонымен қатар 85 мыңдай интернет желісі бар. Бұл дегеніміз 85 мың, меніңше 55% халықтың қамту деңгейін көрсетеді интернеттен қазір. Енді ол Қазақтелеком акционерлік қоғамы байланыс операторының бірі болғанмен, басқа да операторлар бар ғой. Солармен салыстырғанда ең үлкен пайызында пайдаланушы болып табамыз біздер, өзіміздің тұтынушылардың қатарында.
қазір ғана айтып кеттіңіз, 20%-ға енді жүктеме артты деп. Осы қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Интернет желісі баяу болмау үшін, тез болу үшін? Интернет желісі баяуламау уақытында дұрыс жұмыс жасау үшін мына біздің жалпы жұмысымыздың тәртібі, жұмыс тобының тәртібі 4 топқа бөлінген. Қазақтелеком осы өзіміздің бөлім бойынша, торап бойынша, онда бірінші жалпы мына оқшаулануға, өзіміздің қатарымыздан да оқшаулауға шыққан қызметкерлер, ол енді ұйымдастыру шаруашылық жағынан шыққан қызметкерлерімізді оқшаулау жұмысынан шықты. Ал енді мына инженерлік екінші топ, мына линиялық монтерлар, кабельщиктер, олар бізде енді бұрын қалыпты жағдайда халықпен қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Себебі олар тікелей желідегі жұмыстармен байланысты. Енді үшінші тобымыз біздің инженерлік топ, мына станциялық топ, мына ғана жүктемелерді қарап монитор түсіріп отыратын осы инженерлік топтарымыз. Олар қазір күні бүгінге мына қала ішінде түсіп болып жатқан жүктемелерге бәріне уақытылы қосымша біздер арналар қосамыз, қосымша біздер жылдамдықтар қосамыз. Сонымен бүгінгі уақытта мысалға Махамбет ауданына, Исатай ауданына, Жылой ауданына қосымша осындай жүктемелер қосылды. Біз осы жағдай болғаннан бері қарай жағдайдың бәрін реттеп егжей-тегжейлі қарап отырмыз. Соның бәрі реттеліп отыр қазір уақыт бүгінгі. Жалпы мына үлкен нагрузка біздің желіге құрылғыларымызға 85-80%-80%-дан асып кетсе, біз уже соны біз реттеп қосымша жүктемелер қосатын боламыз. Қазір мысалы интернет желісінен бөлек телефонмен де байланыс баяу болып кетті. Мысалы кеше 1 сәуір күні байланыстан тыс жерде деп қайта-қайта телефондар жасамай қалып жатты. Сол бойынша мысалы қандай түсініктеме бере аласыз? Енді бұл жерде жалпы байланыстан тыс жерде деп айтылатын себеп, бұл енді ұялы байланыстарға байланысты болады дейміз. Ұялы байланыстардың енді бірқатар мына Қазақтелеком компаниялар байланыс тобына кіреді. Кселл компаниясы, Алтел компаниясының. Бұл жерде де айта кету керек, мына құрылғыларға жүктемелер түсіп жатыр. Енді осы жүктемелерге байланысты ол компанияларда уақытында техникалық мамандары уақытылы осындай нагрузканы қарап отырады. Қазір реттеп келе жатыр. Сұрақтар шешіліп отыр. Енді әрине болады, ол техника болған жерде болады. Нагрузка, оның бәрін қадағалап отыратын, мониторить отырған топтар бар. Проблема уақытылы шешіліп жатыр деп айта аламыз. Рахмет. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Біздің бүгінгі спикеріміз Қазақтелеком акционерлік қоғамы филиалы Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы Атырау жергілікті желілері техникалық торабы директорының міндетін атқарушы Дархан Құсынов. Егер де сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңызды бізге жолдай аласыздар. Келесі сұрақ, жалпы осы ғаламторды қосуға деген ұсыныс көп артты ма? Иә, бағана алдыңғы сөзімді айтып кеттім. Осы мына төтенше жағдай жарияланғаннан бастап осы еліміздегі, әлемдегі ахуалдарға байланысты көптеген мына тұтынушыларымыздың оқшаулауына байланысты қазір сұраныстар көбейді абоненттер тұтынушыларымыз тарапымыздан. Сол сұраныстар, мысалға, ол ақаулар тарапынан да сұраныстар көбейді. Қазір ақаулар тарапынан бізге 1-1,5 есеге шейін көбейіп отыр. Себебі үй режимінде отырған жерде барлық бұрынғы түйткілдердің барлығын абоненттердің өзі көзімен көріп, кішкене болса да мысалға жүктеме интернет дұрыс жасамай қалса шығып отыр. Оның бәрін біз реттеп, өзіміз мамандарымыз жіберіп қаратып отырмыз, уақытылы орындалып отыр. Енді мына жаңа нүктелерді орнатуға, бұған да біздің қазіргі сараптамаларымыз бойынша мысалы алдыңғы айлармен салыстырғанда осы наурыз айынан бері қарай көптеген өсті. Наурыз айында 30%-ға өсті, бұрынғы көрсеткіштермен қарағанда. Енді мына сәуір айында жалпы мына онлайн режимге көшуге байланысты қазір 300-ге шейін өскелі отыр бүкіл сұраныстар. Бұрын енді біз қала бойынша, Атырау облысы бойынша 1000-1500 нүктеге шейін телефон желілерін қойған болсақ, қазір енді осы сәуір айында жобалап отырмыз 2500-3000 нүктеге шейін қоюға күш жоспарларын салып жатырмыз. Мамандарымыздың барлығы бар, уақытында түскен арыздардың бәрін қанағаттандырып отыр. Енді оқушылар қазір телеарна, радио арқылы оқуға көшті, бірақ та оның алдында онлайн оқытады деп айтылған болатын. Осыған байланысты сіздер қалай дайындалдыңыздар, қандай жұмыс жүргізейін деп жатсыңыздар? Жалпы алда да осындай онлайн сабаққа көшетін болсақ, сіздер дайынсыздар ма?
Енді бұл жерде айта кету керек, жалпы бұл жобалардың барлығы білім министрлігінің жобасы деп айта аламыз. Біз білім министрлігінің жобаларын жүргізуге біздің желілерді, құрылғыларды пайдаланылады. Енді сіздің сөзіңіз бойынша мына алдыңғы онлайн сабақтарға Zoom программасын және күнделік программаларын, бағдарламаларын пайдалану керек болды. Енді қазір біз облыстық білім басқармасымен және облыс әкімшілікпен сөйлесіп отырмыз. Zoom программасы алынып тасталды. Оның да өзінің себептері бар деп жатыр. Енді айта кетейік, Zoom программасы мысалы америкалық программа обеспечения интернет площадкасы. Ал енді күнделік кезеттің өзі российлік интернет площадкадан шығады. Сондықтан енді көріп отырған, естіп отырғандарыңыздай, бұл енді тек қана біздің ішкі желілеріміз емес, сыртқы желілерде жүктемесін соларға деген үлкен ауыртпалық, үлкен күштерді керек етеді. Сондықтан біз енді біздің желілерімізде болып жатқан нагрузкалар бойынша біз уақытылы қарап отырмыз. Әрине бар, күнделікті түскен ақаулар бойынша, сұраныстар бойынша біз абоненттермен жұмыс жасап жатырмыз. Оған енді біздің 165-160 колл-центрлеріміз уақытылы абоненттерге қызмет етуін көрсетіп жатыр. Енді оның бер жағында абоненттердің тікелей осындай мәлімет алуына нететін бізде helpdesk дейтін топ бар, үлкен мамандар, солар абоненттерге ауызша көптеген көмектерін көрсетіп жатыр. Енді мәселелер біздің тарапымызда, желіміздегі мәселелер өзінің ретімен шешіліп жатыр. Яғни егерде қайтадан онлайн оқытуға көшетін болса, оқушылар Zoom программасын пайдаланатын болса, сіздер дайынсыздар, иә? Енді ол программаларды бізге ұсынса, онлайн режиммен жалпы күнделік кезет дейтін мысалға бағдарламаны елімізде 3 жылдан асып кетті ғой, пайдаланып кетқанына. Енді басында мәселелер болды, осына туындаған. Бәрі осы техникалықтармен жан-жақты келісіммен шешілді, қазір жасап тұр. Енді басқа да бағдарламалар, Blameland тағы да басқа бағдарламалар жұмыс жасап отыр. Қазір уақытта енді ұялы байланыс арқылы, жергілікті телефон арқылы жұмыс жасап отыр. Енді бағдарламалар болса, біздің тарапымыздан, Қазақтелеком компаниясы тарапынан мамандар барлығы дайындықтарын көрсетеді, шешіледі деп ойлаймыз. Рахмет. Ал осы оқушылардың қазір онлайн оқытуды алып тастағанына қарамастан, телеарнамен, радиомен оқып жатса да, олар мұғалімдермен әрдайым байланыста болу керек, мессенджерлер арқылы. Қазір енді интернеттері жоқ оқушыларға, мұғалімдерге қандай көмек көрсетіп жатсыздар? Бұл мәселені көмек көрсету жөнінде мәселені жалпы біз облыстық әкімшілік бастамасымен облыстық білім бөлім басқармасы, қалалық білім бөлім басқармасымен бұл мәселеде талқыладық. Қазір біздің осы облыстық деңгейдегі торапқа, техникалық торапқа 2600 отбасын интернетпен қамтуға тізім берді қалалық білім бөлімі. Тағы да басқа аудандардық селолық округтерден сұраныстар түсіп жатыр. Біз оларға уақытылы жауабымызды қайтарып отырмыз. Әрине бұл 2600 отбасының әртүрлі деңгейде білім органдары Сондықтан енді қазір шешімін тауып жатыр. Қазір мыңға жоғын мына бір 3-4 күннің ішінде мыңға жақын мына телефон нүктесіне біз мүмкіндіктер қарастырып дайындап қойдық. Егерде сол білім саласы органдары бізге дайындығын көрсетсе, абоненттер егерде қосылуға қарсылық білдірмесе, біздер оны қосуға дайынбыз. Енді ал техникалық мүмкіндік жоқ жерлер де бар, әрине. Ол техникалық желілер болмайтын жерлерге біздер 6G LTE жүйесімен қосамыз. Оған да мүмкіндіктер бар. Оны да біз ұсынып отырмыз. Ал оларға тегін қосылады ма? Осы отбасыларға, оқушыларға? Жалпы телефон нүктелерін қосу, Қазақтелеком жалпысына телефон нүктелерін қондыру тегін. LTE жүйесінің өзінің қондыру ақысы бар. 4G құрылғыларын қондыру. Енді тек қана оқушыларға, абоненттерге төленетін тек қана айлық тарифтер бойынша. Енді бұл жерде тағы тоқталып кетейік. Осы тарифтер бойынша Қазақтелеком компаниясының басшылығының бұйрығымен қазіргі уақытта ешқандай да қарызы бар абоненттерді ешқандай айырмауға біздер атсалысуға бұйрық түсті. Сондықтан біз қадағалап отырамыз, бірақ ешқандай абоненттер айырылмайды. Яғни интернеттері бар адамдар, Қазақтелеком қосылғандар, олардың ақша төлемеген жағдайда айырылмайды, иә? Иә, осы карантин уақытында, осы елде болған жағдай, ахуал тұрақталғанша ешқандай да айырылуға ешқандай біз не жасамаймыз. Бірақ та ақшасын кейін төлеу керек болады, иә? Енді тарифтік төлеммен кейін төлеу керек болады. Онда бізде тарифтер ешқандай да өскен жоқ. Қазір сол бұрын қалпымен келе жатыр. Енді абоненттердің өзінің екі ортада келісімшарт бар, сол жасақталған келісімшарт бойынша жұмыс жасап жатырмыз.
Рахмет. Мында көрерменнен бір сұрақ, негізі бұл сұраққа сіз жауап бердіңіз, бірақ та сонда да қайттан қояйын. Кешкісін болатын нагрузкаларды жою мақсатында жұмыстар жасалып жатыр ма? Қашан толығымен жойылады дейді? Жалпы кешкі болатын жүктемелер нагрузкаларды жою бағытында бағана айтып кеттім, жұмыстар жасалып жатыр. Қалалық желі бойынша, ауданаралық желілер бойынша қосымша біздер арналар қосып жатырмыз, нагрузкалар потоктар қосамыз. Біздер енді былай біздің методта қосымша жылдамдықтар қосамыз, үлкен жылдамдықтар гигабитный потоктарды қосамыз. Ол жұмыстар атқарылып жатыр техникалық мамандарымыздың еңбегімен, жұмысымен. Енді жалпы айта кету керек, қазір көрермендеріміздің көбі мына үлкен видео жүктеуге арналған YouTube желісінде, Facebook желісінде отырады. Ол енді үлкен, әрине, үлкен күштерді нетеді, қажет етеді. Әйтсе де енді уақытылы шешіліп отыр деп айта аламыз. Кейде болады, енді ол тек қана біздің құрылғылар емес, ол ар жағында бағана айтып қойдым, шетелдегі басқа, мысалы YouTube желісінде, Facebook желісінде, ол көптер интернет площадкаларының бәрі шетелде. Сондықтан ол құрылғыларға да жүктеме түсуі мүмкін. Сондықтан да болуы мүмкін. Енді ол бір тараптан көру деген дұрыс емес деп ойлаймыз. Енді біз өз тарапымыздан түскен мәселені уақытылы шешуге бар күшімізді салып жатырмыз. Рахмет. Сіз бана айтып кеттіңіз, білім беру бөлімі 2600 отбасының тізімін берді деп, осы интернетке мұқтаж отбасылардың. Осылардың ішінде көп балалы аналарға немесе мүгедектерге солар кіреді ме? Оларға қандай көмек көрсетіледі? Енді бағана айтып кеттім ғой, 2600 тізімді алдық, тағы да бар қосымша беретін тізімдер. Біз білім бөлімі, облыстық білім бөлімі, қалалық білім бөлімі жұмыс жасаймыз бірге тұрақты түрде. Енді ол жерде мысалға тек қана айта кеттім, телефон нүктесіне, Қазақтелеком желісінің телефон нүктесіне қосылу тегін, құрылғылардың барлығы. Енді тек қана абоненттерге қалатын абоненттік төлеу. Енді ол абоненттің қандай тарифтік планады, соған байланысты, қандай жылдамдықта интернет алады, соған байланысты төледі. Ол барлық жағдайдың бәрі абонент келісімшартта көрсетіледі, екі жақты келісімшартта. Соған байланысты төлетін нәрсе, ол үлкен аса ауыр жүктеме деп айта алмаймыз біз қазір бүгінгі күнге. Ол шамамен 4-5 мың шамасында айына келетін тариф, ол күнделікті коммуналдық услугтарда солай ғой, сондай есеппен келеді деп айта аламыз. Сондықтан үлкен ауыр жүктеме деп айту. Рахмет. Мұнда тағы да көрерменнен сұрақ. Бана негізі облыста қанша отбасыда интернет бар екен айтып кеттіңіз. Пайызбен айтқанда қанша пайызға интернетпен қамтылған? Енді алдыңға сөзіміз айтылғандай 160 мыңның үстінде егер үй жайлар бар деп есептесек, облыс бойынша соның қазіргі күнге 85 мыңдай нүктесі Қазақтелеком желісінің интернет жүйесіне қосылған. Бұл дегеніміз жалпы 55%-дің үстінде көрсеткіш. Рахмет. Еркінқала тұрғындары Еркінқала жақта интернет мүлде ұстамайды деп жатыр. Сол бойынша не айта аласыз дейді? Бұл жерде айта кететін мәселе бар. Біз жалпы Қазақтелеком компаниясының басты өзінің жоспарлары бойынша өткен жылғы, үстіміздегі жылдың жоспарларында желілерді дамыту жұмыстары жасалып жатыр. Бұл жердегі басты бағыт, өздеріңіз естіп жатқан боларсыздар, ақпарат көздерінен көріп жатқан боларсыздар, өткен жылы еліміз бойынша бірнеше елді мекенге, қашықта орналасқан елді мекендерге интернет желісіне арнайы оптикалық желілер тартылды, оған көптеген қаражаттар жұмсалды. Цифрлық Қазақстан бағдарламасының аясында үлкен жұмыстар жасалды. Енді облысымыздың көлемінде 16 елді мекенге интернет желісі тартылды. Одан Қызылқоға, Махамбет, тағы да 3-4 ауданға тартылды. Осы желілердің жұмыстары жасалып отыр. Енді қалашылық шағын ықшам аудандарда әрине желілер, тұрғызылмаған желілер бар. Бұл желілерді бағана алдында айтып кеткендей, қазіргі уақытта бұл телефон жоқ желілерді біз 6 LTE жүйесімен шешіп жатырмыз. Әрине бұл біздің жоспарымызда бар. Қазір біз енді әрбір жұмысты жасау үшін біз басында жоспарлаймыз, оны бизнес план жасаймыз, оны жоғарыдағы басшылыққа ұсынамыз, оны үлкен жоспарға қосады. Енді әртүрлі қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді жоспарлар бар, соған енгізіледі. Енді қаражат шешілген уақытта мәселелер шешіледі деп айтамыз. Еркінқала 2-де әрине бар, телефон жүйелерімен қамтамасыз етуде проблемалар бар. Енді телефон желілері бар желінің бәрін қамтамасыз етіп жатыр, жоқ желілердің барлығын LTE жүйесімен шешіп жатырмыз. Рахмет. Тағы да көрерменнен сұрақ. Электр жарығы өшсе, интернет бірден ажырайды және ұзаққа созылады. Қазақтелеком подстанциялары жарық өшкен бойда қосымша электр қуатына автоматты түрде қосылатын жүйеге көше алмай отыр. Мыс генератор дейді.
біздің жалпы жүйемізде мына гарантиялық электр жүйелері бар. Жалпы бүкіл бас станцияларымыздың барлығында дизельдік генераторлар қондырылған. Енді шалғай орналасқан мына кішкене станцияларның барлығы біздің электр қуаттары өскен бойда оперативтік түрде электр жүйелеріне генераторлық құрылғылармен қосылады. Ол енді шынын айтқанда, егер де ол үйде интернет жүйесіне қосылатын тоқ көзі болмаса, енді интернет шығуға шамалы ғой. Бірақ әйтсе де біздің желілер сол жұмыс істеп тұрады. Жалпы оперативтік түрде біз ешқандай үзіліссіз жұмыс істеуге қамтамасыз етуіміз. Соны жұмыстарамыз барлық жұмысқа. Енді барлық бастық станция, ауылдық станциялардың барлығында бізде бензиндік, дизельдік генераторлармен қамтамасыз етілген. Олар уақытылы автомат түрде қосылады. Рахмет. Бана сіз айтқан болатынсыз, осы карантин кезінде интернетті ажыратпайсыздар, ақшасын сосын төлеуге болады, бірақ үстінен тағы да ақша қосылады ма? Тарифтік өсім болмайды. Бізге ондай тапсырма болған жоқ. Тариф Қазақтелеком жалпы әзірге тарифтік өсім жоспарланған жоқ. Рахмет. Тағы да журналистерден сұрақ. Базаргүл Надырқызы, Астана телеарнасы. Қазақтелеком ақыны уақытылы төлемесе ажыратып тастайды, енді пандемиядан басқа уақытта, ал қызмет көрсетпеген уақыт үшін неге автоматты түрде қайта есептеу жүргізбейді дейді? Енді әрбір былай айтқанда компания өзінің продукциясы үшін өзінің ақысын уақытылы алуға тиісті деп ойлаймыз. Өзінің ұсынған қызметіне өзінің ақысын алуға тиісті, оны уақытылы төлеу абоненттердің міндеті. Екіншіден енді әр айдың басында электронды түрде, жазбаша түрде ескертіледі абоненттерге бер жақтар болса. Енді айдың аяғында өзінің ажырататын уақыты бар. Енді қазіргі жағдайда айтып кеттім, ешқандай да өзі ажырату болмайды абоненттерге. Ал енді уақытылы жұмыс істемеген уақытына біздерде бағана қайта есептеу жүргізіледі жүйеден, абоненттердің сұраныстары бойынша жүргізіледі. Автоматты түрде біздің программалар бар. Сол программаларда абонент мысалы қай күн жасамай қалды, сол уақытқа мысалы ол енді бір көлемде мысалы бір аз көлемде болса да білінбейтін болар, мысалы бір 2 күнге телефон жасамаса бір 2 сағатқа, бірақ автоматты түрде қайта есептеу жүргізіледі. Барлық жүйеде ол барлығы реттелген техникалық құрылғылармен уақытты жүргізіп отырады деп айта аламыз. Осы журналистімізден келесі сұрақ. Қазақтелекомда шағын бөлімі неге жоқ, неге робот жауап береді дейді? Енді шағын бөлімі жалпы бар, қызмет ететін мамандар бар. Жалпы бүкіл ұсыныстар, сұрақтар абоненттер тарапынан түсетін 165 колл-центр арқылы түседі. Сол бойынша түскен жалобаларды және хат жүзінде де біз қабылдаймыз. Ұсыныстарды абоненттердің электронды жүзінде қабылдаймыз. Соған енді уақытылы біздің енді заңға сәйкес уақытында жауап беріп отырамыз. Шағын бөлімі бар. Шағын бөлім мамандары жұмыс жасайды. Біздің мысалы облыстық көлемінде арнайы осы мына коммерциялық бөлімде, техникалық бөлімде шағынмен айналысатын мамандар бар қарастырылған. Ал ол қандай номермен хабарласу болады көрерменге? Енді айтып отырмын ғой, 160-165 пен хабарласады жалпы шағынға. Енді біздің жалпы байланысу сосын және де Қазақтелеком KZ сайтын арқылы және тағы да интернет жүйесінде барлық біздің байланыс телефондарымыз бар, контактный, солармен хабарласуға болады. Келесі сұрақ. Қазақтелеком мамандары антисептикпен, перчаткамен неге қамтылмаған дейді? Енді Қазақтелеком компаниясының басшылығының мына үлкен жұмыстардың арқасында біз барлық сақтық құралдарын алып отырмыз қазіргі күні бүгінге. Біздің облыс көлеміндегі мамандардың барлығына маскалар, мына қолғаптар, антисептиктік спрейлер барлығы таратылды, қолданыста. Ол енді қазіргі уақытта түсінеміз, халықты қазір сақтық құралдарын талап етеді, кейде болып жатады. Бірақ мамандардың барлық біздің ең бірінші мына линиялық жұмыскерлеріміздің барлығының қолында құрылғылар бар. Біз күнделікті соны инструктор өткізіп, тексеріп, қадағалап отыратын арнайы мамандар бар, басшылар бар. Соның есебінде біз есебін алып отырамыз күнделікті. Қамтылған қазіргі. Көрерменнен сұрақ. Береке селосына интернет тарту үшін не істеу керек? Қандай құжат және қайда тапсыру керек? Ол қанша уақытқа созылуы мүмкін дейді? Енді жалпы қазіргі уақытта біздің
абоненттік сервистік бөлімдердің жұмыс жасап жатыр. Енді мына жағдайға байланысты мүмкін қысқартылуы да мүмкін. Жұмыс уақыты қысқартылған, әбет түске шейін жасайтын уақыт бар. Аудандық бөлімдерде әбет түске шейін жасайды, біздің қалалық жерде сағат 4-ке шейін жасайды түскі. Бірақ 160 телефон арқылы хабарласа аласыздар. Сол арқылы заявка сұраныстарыңыз қабылданады, техникалық мүмкіндік қабылданады. Сосын уақытылы шешімін айтамыз. Контактылық телефондарыңыз жазылу керек міндетті түрде. Сосын тиісті құжаттарыңыз болу керек. Мында тағы бір көрерменнен осыған ұқсас сұрақ келіпті. Жұлдыз ықшам ауданына қашан интернет келеді деп, осы жауабыңызды осы тұрғынымызға да айтуға болады, иә? Демек 160 телефон арқылы шығасыздар. Шығасыздар. Рахмет. Енді бана негізі сіз бастап айтып кеткенсіз осы талшықтық оптикалық тораптар бойынша. Сол бойынша тағы да айтып кетсеңіз. Жалпы бүкіл облыс көлеміндегі түгелдерге дерлік біздің елді мекендер 500 адамнан жоғары тұратын елді мекендердің барлығына дерлік түгел талшық оптикалық байланыс желісімен қамтамасыз етілген, жалғанған. Енді одан бөлек бізде енді мына жаңа технология, бізде айтамыз, жаңа оптикалық технологиямен жалғанған қаланың ішінде де желілер бар. Қазір күні бүгінге 55 мың осындай желі салынған, арнап. Қазіргі осы 55 мың желінің 30 мыңға жуық қазір бізде тұтынушысы бар. Ол Атырау қаласының басында, Құлсары қаласында, Мақат ауданында осындай желілермен қамтамасыз етілген абоненттер бар. Енді әрине бұл желінің ерекшелігі жоғары, жылдамдық, интернет байланысының жылдамдықтары жоғары, қызмет ету сапалы. Енді алға қарай да осындай желілер салуға бізде жоспарлар бар. Бағана айтып отырмын, біз ол бизнес жоспар құрып, бағанағы қаланың қамтамасыз етілген Еркін қала 2 тағы да басқа ықшам аудандарға жобаларымыз бар. Оны біз ұсынып отырмыз жоғары билікке. Осы ауылдарда 4G мәселесі қалай шешіледі? Ауылда да 4G мәселесі бағанағы Алтел LTE жүйесімен шешіледі деп айтып кеттім. Біздің Қазақтелеком компаниясының ұсынып жатқан қызметтерінің бірі. Енді түгелдерге дерлік болмағанмен ауылдардың көпшілігі қамтылған қазір осы желімен. Осымен біз аудандың орталықтар және төмен ауданның орталықтарының төмен елді мекендерде осы нүктелермен қазір абоненттер қосылып отыр. Сонда Атырау облысы түгел шалғайлармен бірге, ауылдармен бірге қай уақытта түгелмен қамтылады деп күтілуде? Жалпы енді қазір Қазақтелеком компаниясының жоспары бойынша цифрлық технологиялардың енгізілуі жоспары алдымызға қойылған мәселелердің үлкен мәселелердің бірі. Енді облыс бойынша айттым, бағана елді мекендердің барлығы талшық оптикалық желімен қатынаста. Оған тұтынушылары ішкі желілерде жақсы жылдамдықпен қамтамасыз етілген цифрлық құрылғылар қондырылған қазіргі уақытта. Енді бір бөлек айта кетерлік мәселе осы өткен жылы үлкен облыстық әкімшіліктің қолдауымен Азғыр өңірі, Балқұдық сүйіндік өңіріне үлкен жоба жасалып, сол талшықтық оптикалық линия желі жүргізілді. Орал облысының Сайхин елді мекенінен 180 километрге жуық талшықтық оптикалық линия тартылды. Қазіргі уақытта бүкіл мемлекеттік органдар Балқұдық сүйіндік ауылында осы оптикалық желі қосылған. Алдағы уақытта мына жергілікті тұрғындарды да осы интернетпен қамтамасыз етеміз деген жоспарымыз да бар. Және осы Азғыр өңірінде отырған қоныстанған елді мекендерде осы талшықтық оптикалық желінің интернет жүйесімен, цифрлық интернет жүйесімен қамту жоспарымызда, Қазақтелеком жоспарында тұр. Рахмет. Еще один вопрос от журналистов. Кунаим Сакен, телеканал Каспиан Ньюс. Сейчас все люди сидят дома, нагрузка на интернет большая, но, наверное, есть и те, кто делает хакерские атаки на особенно государственные серверы. Ну, на этот вопрос мы ответим. У нас свои оборудования Казахтелекомские все снабжены защитными программами, защитными устройствами. Насчет государственных серверов и сайтов тоже имеются органы, которые занимаются этим. Это большой АОНИ, еще другие организации. Эти организации своевременно среагируют на все эти такие меры. Поэтому, скажем, сейчас таких больших глобальных проблем по этому поводу не имеется, по-моему. Рахмет. Тағы да алып қосарыңыз болса, жалпы Қазақтелекомдағы соңғы жұмыстар, пандемия кезінде көрсетіліп жатқан көмектер осы интернеттен бөлек
Енді осы мына елімізде болып жатқан ахуал жағдайға байланысты, індетке байланысты, мына коронавирус пандемиясына байланысты Қазақтелеком компаниясының компаниялар тобының басшылығының осы денсаулық сақтау министрлігімен ортада меморандумға қол қойылды. Ол меморандум негізінде мына қазіргі елімізде болып жатқан індетте алғы шепте жұмыс істеп жатқан медицина қызметкерлерінің үлкен еңбегін көріп жатырмыз. Сол еңбегінің үлкен бір еселі еңбегінің, мынау халыққа деген еңбегінің халық енді өзі сезініп жатыр деп ойлаймыз. Сол ретте біз осы 5000-ға жуық медицина қызметкерлерін ұялы байланысқа тегін қосу және интернет желісіне тегін қосу мәселесі шешілді. Сол қазіргі уақытта шешімін тауып жатыр деп айта аламыз. Сонымен қатар мынау енді Қазақтелеком компаниясы телефон желілері, интернет желілері, сонымен қатар IDTV телевизиялық желілерінде қызметін көрсетеді. Енді мына халықтың онлайн режимде үйде отырған, үйде болу режиміне байланысты мына IDTV желісінде де үлкен көптеген қосымша телеарналар қосылды халыққа осы жағдайға байланысты. Қазір осы жұмыстар Қазақтелеком компаниясында жүргізіліп жатыр. Рахмет, Дархан Шапқатұлы. Алаңымызға келіп толық ақпарат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, төтенше жағдай уақытындағы ғаламтордың ахуалы тақырыбында өткен баспасөз мәслихаты осымен тәмам. Келіп түскен барлық сауалдарыңызды жолдай алмасақ, келесі баспасөз мәслихаттарында оларға жауап берілетін болады. Уважаемые телезрители, на этом пресс-конференция о состоянии интернета во время чрезвычайной ситуации подходит к концу. Если мы не успели ответить на ваши вопросы, ответы на них будут озвучены на следующих пресс-конференциях. Бүгінгі спикеріміз Қазақтелеком акционерлік қоғамы филиалы Батыс өңірлік телекоммуникация дирекциясы Атырау жергілікті желілері техникалық торабы директорының міндетін атқарушы Дархан Хусунов. Аман сау болыңыздар. Всего доброго.